Осы жерде ма? Дискотекаларың? Иә, осы жерде. Жастарың нешеде сенен өздеріңнің? 10-да. Если чё, бұл дискотекаға 11 жастан бастап кіреді. Дайыңдар. Алмере сен кіре берсең болады. Сонда не? Тағы жасқа қарай ма не? Иә да, бұл дискотеканың өзінің ерекшеліктері болады. Сенің барлық ерекшелігіңді айтайын ба? Сен өте қатыгез адамсың. Я, не болып тұр, жаса тұрған не бар екен? Ой, Мере, кіре берші. Сонда мен сіңірлерін далада қалдырып лақылдап билеп жүрем бе? Сенде ешқандай бауырлық сезімі жоқ шығар, ал мен олай жасамаймын. Айналайын, ау күлкімді келтірмеш. Каждый думает о себе бұл заманда. Сен өте тас жүрек адамсың. Ой, Пірмая. Тәрбиесіздіктің бірінші белгісі бауырын ойламау шығар. 11 жастан бастап? Қандай саң ойлап тапқан тағы да? Каруселге мінейін деп жатқан жоқпыз ғой. Көрдік ерекшелігін. Не болып бейшарасыңдар ма не? Нормальный болып киініп келмейсіңдер ма? Дұрыстарың-ай. Көйлек-насың кроссовка киіпті. Бірақ сендерге дауа жоқ. Ал байсқол жүре бересіңдер өмір бақи осылай. Кеттік қыздар. Я көреміз әлі. Мін қайрат тұр ғой. Кешіріңдер жігіттер, бірақ бізде фейс-контроль. Фейс-контроль? Не білет ақ? Сендердің мына киімдеріңмен біздің дискотекаға кіруге болмайды. Қуасың ба? Біз любой дискотекада осылай жүреміз. Иә, трикода тұрғанда не бар екен? Соны айтам. Тек достойнылар кіреді. Бол. Сен сонда адамның киіміне қарап, кімнің достойны, кімнің недостойны екенін шешесің ба не? А так что үйде сиырым туып жатыр, тойламай келдім ғой. Онда жігіттер, мынау кірмей қалған бәрін кіресіңдер. Кірмейсің. Онда біз де кірмейміз. Неме кірді деп ойлайсың ба не? Біріміз кірмесек, бәріміз кірмейміз. Кірмеймін мен. Ондай адам емеспін. Түсіндің ба? Кірмеймін, керек емес. Ондай адам ойлап қалма. Артық қылам деп тыртық қылдық қой. Олар дұрыс айтады. Адамның киіміне қарап ештеңе бағалауға болмайды. Мысалы мен қымбат киім алуға ақшам да жоқ. Ал мен олардан кем болмаймын ғой. Адамның киімін өзгертуге болады, ал болмысын өзгерту ол өте қиын. Кеттік.